Құрметті әріптестер, сіздерге бүгін аттестацияға дайындалу үшін 2023 жылы нақты келген қазақ тілі мен әдебиетінен сұрақтарды ұсынамын. Визуалды және аудиалды есте сақтауға болады. Баршаңызға сәттілік тілеймін. Бамсы байрақ жыры қай батырлар жырына ұқсас? Алпамыс батыр жырына. Өмірзая романындағы құлдық сананың қолшақпары. Мұса. Шақан шері романына сәйкес мақал-мәтел. Адам мен табиғаттың тілдескені, өмірдің үндескені. Қырғыз әйелдерінің қара тұтып жылауы қай шығармада кездеседі? Шоқан Уәлиханов Ыстықкөл күнделігінде. Жау тылындағы бала шығармасындағы серіктің документін қай жеріне тігіп береді? Жағасына. Тәмпіш қара шығармасындағы суретші бала кім? Ертай. Бізде келесі сұрақ өте жиі кездесті. Жусан иісі шығармасында Аян аяғын қайда сындырып алды? Бұзау бағып жүргенде, бұзауға мінгенде құлап сындырды. Қыпшақ Сейітқұл елін көшіріп апарған жер атауы қалай аталады? Қабырға өзені. Бақытсыз Жамал романындағы Байжан кім? Жұманның әкесі, Сәрсенбайдың құдасы. Бамсы байрақ Бануға не сыйлады? Алтын жүзік. Ертұңға кім? Түркі елінің билеушісі, көсемі. Бамсы байраққа сыйлыққа не берді? Садақ, күрзі, яғни шоқпар, айғыр. Төлен Әбдіковтың шығармалар жинағы. Алғашқы әңгімелер жинағы, көкжиек. Бұл сұрақта өте жиі кездеседі. Томсеннің Орхон ескерткіштеріне арналған зерттеу еңбегін аударған кім? Радлов. Пәтер іздеп жүредік әңгімесіндегі жастар пәтер иесіне қанша төледі? 10 000. Рубайлардың авторы кім? Омар Хайям. Ерболат батып жазады деген пікірді айтқан кім? Мәдібай. Пәтер іздеп жүредік әңгімесінің тақырыбы. Баспана мәселесі. Әңгіме Алматының қай жерін сипаттаудан басталады? Жетім бұрыш. Қожаны тәмпіш неме деп айтатын кім? Әжесі. Қонақтар әңгімесінде сөз болған жер атауы. Қаратүбек. Көбінесе осы қонақтар әңгімесі жиі кездесті тесттерді. Мәңгілік бала бейнесі шығармасындағы басты кейіпкер. Ләйлә. Қажымұқан шығармасында сізге қазақ баласын жібердім, соны оқытып берсеңіз деп хат жазған кім? Добрый рабы. Қазақтың жыр атасы, Жамбыл. Қонақтар әңгімесінің негізгі идеясы. Баланың ата-ана алдындағы перзенттік парызы. Алып ертұңғаның жеңіске жеткен жері. Сырдария жерінде Тұран мен Иран елін жеңеді. Таймиристің таққа отыруына кім көмектесті? Балқаш. Таймирис неше жасында семсер ұстады? 6 жасында. Тағы осындай сұрақ бар. Таймирис неше жасында атқа мінді деген 5 жасында. Шақан шері шығармасының шарықтау шегі. Сөншік пен Шақанның кездесуі. Өмірзая романының кейіпкерлері. Аяған, Әсем, Қуат, Мұса, Асылхан, Алмас. Өмірзая романының бас кейіпкері Аяған. Аяғанның қудалауға ұшырауы. Басшының қызына жақсы баға қоймауы. Дулат Бабатайұлының өмір сүрген уақыты 1802-1871. Кейбір деректерде 1874 деп беріледі. Еңлік кебек дастанындағы абыз кім? Нысан абыз. Атымтай жомарттың өзі бай бола тұра еңбек етіп, жомарттық танытуының неше себебі болды? 4. Өлең жолындағы айшықтау түрі. Сен алтынсың, мен пұлмын, сен жібексің, мен жүнмін, сен сұлтансың, мен құлмын. Троп түрі, метафора. Фигура айшықтау түрі, антитеза, шендестіру. Фигураның тағы бір айшықтау түрі, яғни қайталаудың түрі, анафора. Абайды шеше жеңгелері кім деп атады? Телғара. Қонақтар әңгімесінде сөз болған жер су атаулары. Италия, Лондон, Будапешт, Марокко. Құлагер поэмасынан берілген өлең жолдарындағы жапсар ел жақын көңіл тілектес боп, бәйгелі болсын деп жүр бір-біріне. Бәйге сөзінің мағынасы тілек. Алғаш мысал жазған Дулат Бабатайұлы. Бірде Ахмет Байтұрсынұлы дегендерде жауаптар болды. Әпке драмасындағы Қамажайдың ғалым інісі Омар. Шығамын тірі болсам адам болып өлеңіндегі лирикалық кейіпкер. Автор. Шығамын тірі болсам адам болып өлеңінің идеясы, білімге құштарлық. Алғашқы ұстаз шығармасындағы басты кейіпкер, Дүйсен. Осы алғашқы ұстаз шығармасы да өте жиі кездесті.
Дулат Бабатайұлы Ақтанның өскенде кім болғанын қалады. Батыр. Пәтер іздеп жүредік шығармасындағы ащы шындық. Үй иесіне кіріптар болу. Еңсегей бойлы ер есім толғауының авторы. Жиембет жырау. Тахауи Ахтановтың күй әңгімесінде дүниеге келген күй, нар идірген. Алғашқы ұстаз шығармасындағы автордың салғысы келген сурет. Дүйсен мен Алтынайдың теректері. Шығамын тірі болсам адам болыптың авторы. Сұлтанмахмұт Торайғыров. Аянға қарағағаз жылдың қай мезгілінде келді? Жаз ортасы. Осыны көбіне қыспен адамдар шатастырып атты. Шатаспаңыздар, қыста оның әжесі қайтыс болған болатын. Мынау қарағағаз оның әкесінен келді. Күлтегін жырын кім жазды? Йолық тегін. Қазтуғанның қонысымен қоштасу толғауындағы жер-су атаулары. Еділ, Жайық, Астрахан, Ойыл, Қиыл, Жем, Сағыз. Қыз жібектің ақтығы наурыздың ақшағарындай. Ақ бетінің қызылы ақ тауықтың қанындай. Бұл жерде табастар теңеу, өздеріңіз көріп тұрғандай қанындай, қарындай деп асты сызылып берілген, яғни дайдей, тайтей теңеу. Жиембет жырау толғауларын арнаған хан, есім хан, яғни еңсегей бойлы ер есім деген толғауы бар. Және де мынандай сұрақтар келеді. Жиембет жыраумен қатар өмір сүрген хан деген сұрақтар болды. Шақан шері шығармасының шиеленісуі, кек қуған шақан. Шақан шері шығармасының шешімі, шақанның қолға түсуі. Жіңішке буынды сөз, тәтті дәмді. Шақан шері шығармасының аяқталуы, шақанның қолға түсуі. Ақбілек шығармасындағы басты кейіпкерлері: Бекболат, Мұқаш, Рухия, Балташ. Сыр сандық өлеңінің авторы Сәкен Сейфуллин. Шал мен теңіз повесіндегі басты кейіпкер: балықшы шал мен бала. Абайдың қай қара сөзінде естігенді ұмытпастыққа 4 түрлі себеп бар екендігі айтылған. 31 қара сөз: жас бала анадан туғанда 2 түрлі мінезбен туады деп Абайдың қай қара сөзінде айтылған. 7 қара сөз. Осы Абайдың қара сөздерінің ішінде көбінесе 31, 7, көбінесе осы қара сөздерден келді. Қожаның іс-әрекетіне тиісті қатар: таңертеңгі шайымды ішіп алғаннан кейін. Бауыржан Момышұлының Ұшқан ұя шығармасындағы қазақ халқына тән ұлттық құндылық: үйге кіргенде әрқашан үлкендерге сәлем беруді ұмытпа. Сондай-ақ осы Бауыржан Момышұлының шығармаларынан және Бауыржан Момышұлына арнап жазған шығармалардан көптеген сұрақтар келді. Және де соңғы сұрақ: Ақтанберді жыраудың үгіт-насихат шығармасы балаларыма өсиет. Тестта білесіздер, қазақ тілі мен әдебиеті араласып келеді. Енді қазақ тілінің сұрақтарына назар аударсаңыздар, жергілікті тіл ерекшеліктері диалект, тура мағынадағы сөз, тісін жұлдыру. Буын үндестігі мен дыбыс үндестігінің ілгерінді ықпалына сәйкес шылау түрлері: даде, тате. Осы шылау түрлерін толығымен демеулік, ол өздері бөлінеді емес па, толығымен жаттап алсаңыздар болады, өйткені осы шылау түрлері өте жиі кездесті. Дыбыс үндестігінің ілгерінді ықпалына сәйкес шылау түрлері: мен, пен, бен. Көп мағыналы сөздің ғылыми атауы полисемия. Ғылыми стильдің жазбаша түрі ғылыми есеп. Осы сұрақта жиі кездесті. Қатыстық сын есім: балалы ана. Лингвистикалық терминдер: лексика, грамматика. Қалау райлы етістіктің жұрнағы: Г, Г, Қ, К. Мыс-мүс шылауы: болжалдық демеулік шылау. Тасымалданбайтын сөз: аю. Күрделі зат есім: баспана. Синонимдік қатар: келемеждеу, мазақтау. Төлеу сөздің анықтамасы: сөйлеуші тарапынан өзгеріске ұшырап, мазмұнын жақтап жеткізу. Төл сөз дегеніміз не? Сөйлеушінің өз сөзінің ішінде біреудің айтқан сөзін дәл сол күйінде ешбір өзгеріссіз беруі. Жақтың қатысына дыбыстардың бөлінуі: ашық және қысаң. Меңгеру: сөздердің атау мен ілік септіктен басқа септіктердің жалғаулары арқылы байланысуы. Матасу: ілік септігіндегі сөзбен тәуелдік жалғаулы сөздің байланысуы. Мақ, мек жұрнақтары арқылы жасалатын құрмалас сөйлемнің түрі. Мақсат бағыныңқылы сабақтас. Қабысу дегеніміз не? Сөздердің
қатаң орын тәртібі нәтижесінде қатар тұруы арқылы байланысуы. Ғылыми стильдің жазбаша түрі ғылыми есеп. Жинақтық сан есім. Алтау ала болса. Білесіздер, жетіге дейін барады. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу. Солай тауып алуға болады. Ау, еу деген. Дұрыс қойылған тыныс белгі. Уа, бәрекелді. Балаларым, жарайсыздар. Туынды сын есім тудыратын жұрнақтар. Л, ымды, імді. Одан кейін мәтіндік тапсырма келеді. Мәтіндік тапсырмада көп ойлайды, жеңіл деп барғанша. Бірақ шын мәнінде мәтіндік тапсырмалардың көбі сұрақтары 5 жауаптың 5-еуі де келетін сияқты болады да. Сәл қиындау. Мына жерде мысалы бірінші мәтінден андай мәтін болды. Қазақтарды шетелдік қонақтарға таныстыру өлеңінен үзінді. Авторы Қадыр Мырза Али. Есімдікті тап. Осы. Есімдіктің түрі сілтеу, яғни осы, міне деген сынды. Болып жатқан іс-әрекеттің мезгілдік, етістік шақтары. Дос сөзінің орнына есімдікті қой, ол. Және де екінші мәтін, екі мәтін беріледі. Екінші мәтін Ильяс Жансүгіров құлагер поэмасынан үзінді. Шығарманың атауы құлагер, бәйгелі бол сөзінің мағынасы тілек, ұйқас түрі қара өлең.